Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Кім қанша ақша алады? Келесі жылдан бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан берілетін екі төлемнің мөлшері артады. Бала күтіміне байланысты төлемінің мерзімі 1,5 жылға ұзартылса, жұмыссыз қалғандарға берілетін төлем 45%-ға дейін өседі. Келесі жылдан бастап 2022 жылғы туған балалардың төлемдері автоматты түрде жарты жылға ұзартылады. Ал 1 қаңтардан кейін туған балалар 1,5 жылға тағайындаймыз. Жұмыссыз қалғандардың төлемдері де автоматты түрде өседі. Құжат тапсырудың қажеті жоқ, дейді қордың бас директоры Нұрсұлу Кемел. Бүгінде қордан 5 түрлі әлеуметтік төлем беріледі. Оның мөлшері соңғы 2 жылдағы орташа айлықтың 40-45%-ын құрайды. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.